Сәлем қыздар, мен сіздерге доставка туралы айтқым келеді, иә. Қыздар, сіз затыңызды мына жерде, мысалы, бірінші окошкада затыңызды жаңағы продавецпен сөйлесіп төледіңіз, оплата жасағаннан кейін сіздің затыңыз мына окошкаға өтеді, төлем жасалды деген. Сосын барып төлем ол отправкаға кетеді складқа, бұл грузовикке өтеді. Осы грузовикте, егер затыңыз осы грузовикке өтсе, сіз уже осы грузовикке кіріп ішіне, осы жерде сіздің тізімдеріңіз, заттарыңыз тұрады, осы жерден заттардың трек номерларын сақтап, Кайлан каргоны приложениесіне тіркеу керексіз, ол мысалы қалай істелінеді, біз мына жерден алып көрейік. Міне грузовикке кірдік деге, осы затымыз біздің уже складқа жолға келе жатыр. Осы жерден логистиканы бақылау дегенді ортасынан, міне ортасынан қараймыз. Мынау шетіндегі кнопканы, оценка деген кнопканы баспаңыздар, қыздар. Ол қабылдап алдым деген сөз. Қабылдап алдым деп баспаңыздар, пока қолыңызға, сіздің қалаңызға жетіп, қолыңызға алғанша дейін. Сіз отслеживание логистиканы басасыз, ортадағыны басасыз, сізге осындай отслеживание логистики жетеді. Бұл жерде менде галочкалар тұр, себебі бұлар уже складқа жетті, уже Қазақстанға келе жатыр. Мына жерде міне оранжевый галочка жанды, бұл жерде уже бәрі жетті деген сөз. Міне 15 майда жетіпті. Сіздер міне бұл трек номерді қайдан аламыз? Трек номер деген осы міне. Осы номер трек номеріне копировать деген сөз. Осы копироватьсінен басамыз, міне қытайша сөз шықты, скопированы деген. Одан кейін мен сіздерге телеграм каналға осындай ссылка жіберім. Осы неге кіресіз, кірушіне басамыз, қыздар. Мынау төртбұрышны басамыз. Одан кейін бірінші вход система басамыз. Мына жерге логин пароліміз жазамыз, сақталғанды басамыз. Вход деп кіреміз. И ең астында міне добавить трек дегенді басамыз. Осы жерге жаңағы сақталған тректі жазамыз. И осы жерге описание. Не зат. Жаңа көйлектер болды. Платье дейміз. Платье для девочек. Мысалы, қанша штука келеді. Мен қыздар, сіздің алдағы уақытта сіздерге айттым, Кайлан каргода өзінің условиясы бар. Сіздер электроника, меха, сосын тағыда сынатын заттар, брендтер әкелсеңіз, обязательно Кайлан каргоны сіз ескертіп қою керексіз. Өйткені бұндай заттарға өзінің тарифі бар. Бұларды описаниясын жазасыз, сохранить деп басасыз, товар сохранится етілетті. Осындай добавлено пользователем деп тұрады. Ол зат, сосын жазылады, готовится к отправлению деп, потом осылай сосын барып жасыл түске боянады. Отправлено в страну назначения деген, ол Қазақстанға, уже складтан Қазақстанға міне кетіп бара жатыр деген сөз. Мына жерде 31 майда уже Қазақстанға кетіп бара жатыр. Біздің Алматыға келсе, бұл түс жап-жасыл түске боялады. Қыздар, заттарымызды осылай біз трек номерін сақтап, Кайлан каргоға тіркейміз. Кайлан каргоға трек номерлеріңізді міндетті түрде тіркеңіздер уақытысымен. Грузовикке сіз қараңыздар, грузовикке өтті ма затыңыз, сразу барыңызда трек номеріңізді тіркеп қойыңыз. Өйткені одан кейін сіз уже мына трек номерді тіркей алмайсыз. Ол Алматыға келгеннен кейін складта сіздің затыңызды таба алмай қалады. Сондықтан, қыздар, трек номерді міндетті түрде бүкілін ерінбей, бүкілін тіркеп шығыңыздар.